Құрметті көрермендер, мен өткен жолғы сіздерге көрсеткен чиі орап тоқу өнерін осын бастап көрсетейін деп, осыны кабелен тоқиын деп сіздерге басын бастап қойғанмын. Мен соны орап бітірдім. Енді мен сіздерге осының тоқылуын қалай тоқылатынын көрсетіп берейін деп отырмын. Сондықтан мұқият болып каналға тіркеліп, қоңыраушасын басып, соңына дейін анықтап қараңыздар. Мені жоғалтып алмаңыздар. Біз енді мынау үлкен чиі тоқығанда мынандай тасқа байлап алады осындай жіптерді. Мынау мен 10 нөмірлі жіпті осындай асықтарға байлап алдым. Сосын бізге мынандай жұмыр ағаш керек. Осындай жұмыр ағаш мен балалардың мына отыратын, тамақтанатын, отыратын несін пайдаланып отырмын. Әркім әр үйде, әрқилы іспен айланысып отыратын адамдарда арнаулы осындай іс орны болады. Мына асықтарды осылай жіпті екі жағынан былай байлап, барлығын осылай қойып шығамыз. Мен 5 жерден осылай сызып алдым, мынау дұрыс болып шығу үшін. Осылай сызып, осы асыққа байлап жіптерді былай қойып шықтым міне. 5 жіп. Мынаның бәрі бөлек тұр міне, былай қарай алынатын. Міне. Енді біз осыны мына жаңағы тоқып алған, орап алған чиімізді осыны бірден салып отырып, осыны ары қарай тоқимыз. Мен сіздерге соны көрсетейін міне. Мұқият қарап отырыңыздар. Осылай дұрыс қылып мынаған саламыз міне. Екі жағын бірдей қалтырамыз. Сосын бірінші асықтан бастаймыз, бірінші сызықтан міне. Мына асығымызды былай тастаймыз. Екінші асығымызды бері қарай аламыз. Сонда мынау біріне байланады. Мына жерде. Біз мынасында сызық тұр міне. Мына асығымыз қап-қатты болып, мынау ауыр зат болу керек. Асығы жоқ болса, мысалы тастардан байлайды бұрынғы кезде, енді қазіргі кезде де сондай бір ауыр затты байлау керек негізі. Бір сәл салмақты. Біз екіншісін тастап кетеміз. Екіншіні қазіргі жіпке байлаймыз. Мына жіпімізді былай қарай саламыз. Міне. Екінші мынаны тастаймыз. Екінші соңғысын былай байлаймыз. Бұл өте тез шапшаң болады. Енді бұны тоқып отырған кезде де істеуге болады, бірақ тоқып отырған кезде бұл кішкене бөгет болуы мүмкін. Біз екінші ораған чиімізді аламыз. Міне, мына арасына бедерін тарылта отырып, біз енді мынаны жаңа байлағамыз, мына жіпімізді. Енді екінші жіптен байлаймыз міне. Біреуін ары қарай аламыз, біреуін бері қарай аламыз. Міне, мына екеуі біріне бір бүйтіп байланды. Екіншіні тастап кетеміз, мынаны байлаймыз. Осылайша мынау біткенімізше осылай ақырындап жалғастырып отырамыз. Міне біз орап даярлап алғанымызды ешқандай ретін бұзып алмауымыз керек бұның. Бұл астынан реті бұзылса, тағы бедері бұзылып кетеді. Міне, енді біз үшінші чиді аламыз, мынаған қоямыз. Міне, біз жаңа екіншіден алғанбыз, енді қайтадан мына бірінші асықтан бастаймыз, бірінші орағымыздан. Бұлай өзі байлап отырады ғой, бұлай қарай тартып асықтар. Мынаны тастап кетеміз дағы, мынаны байлаймыз. Екіншіні тастап, мына үшіншіні біз байлаймыз бұлай. Мынаны тастаймыз, жаңа байланған. Мынау енді соңғымызды біз байлаймыз. Міне, бірін ары қарай, бірін бері қарай үстіп байлап отырамыз. Бұл енді чиі тоқу өнері біздің халқымыздың ежелден келе жатқан керемет өнерінің бірі ғой. Бұны балалардың бәрі өзі бұны тоқығанда кісі бұған өзі адам тоқығысы кеп қызығып отырады. Өзін өзі адамды былай алып отырады бұл. Міне. Осылай екі жағын бірдей қылып салып отырып, ақырындап былай қарай тоқи береміз. Жібіміз, мына асықтағы жібіміз қысқарып кеткен кезде ақырын шығарып бұны ұзартып аламыз. Мынаны тастаймыз, міне екіден осылай біз бір-біріне байланып отырады. Бірін ары, бірін бері біз бүйтіп байлап отырамыз. Мынаны тастаймыз, жаңа байлаған. Енді мынауымызды былай аламыз. Бұл балаларға өте әдемі, былай қарасаңыз ойын сияқты, бірақ кереметтей өнер болып шығады. Міне біз былай тоқи бастаймыз міне. Осыменен мынау гобеленді соңына дейін осылай тоқып шығасыздар. Керемет әдемі болып шығады. Ақырындап жылжытып тоқып келе жатырмыз міне. Мынау жіптерді алған кезде бақылап отыруымыз керек. Екіден бұлар бір-біріне қосылып тұру керек. Мынаны тастаймыз міне. Мынаны аламыз. Біз келесі жіпке міне екеуін байлаймыз қазір.
Біздің міне тоқымамыз осылай бір жалғасып келе жатыр. Бұл басындағысын бір жақсылап орап алғаннан кейін тоқымасы өте жеңіл болады. Тоқығаны. Міне бірінші жіпті байлағаннан кейін, міне екіншіні біз тастап кетеміз. Мына араға біз мына қағазды орап, мен бәрін анық қылып сызып алдым. Бұл түп-түзу болып тұру үшін. Міне осылай айқастырып, сызығынан ауытқымай, осылай тоқып шығасыздар. Мына бауды тастаймыз, жіпті міне екіншісін соңын аламыз. Біреуін тастап, біреуін алып тоқып отыру керек. Бұлай байланып отыру керек қой бір-біріне. Осылай. Осы аяғынан бастап, басына дейін осылай тоқып шығамыз. Біз міне гобеленіміздің ең соңғы жеріне де келіп болдық. Мына бір шилерімізді барлығын тоқып шықтым. Ең соңғы летіні бар. Мынандай немізді қоямыз дағы, соңғы бекітеміз соңын. Осылай бекітеміз, міне соңғы тастарды былай жібереміз. Соңғы жіптерімізді осылай қып. Менің арасынан өту керек баудың. Қоямыз. Енді мықтап біз жіптерімізді, осы жіптерімізді мықтап байлап тоқтатып тастаймыз керек. Ең соңғын. Соңындағы жіптерімізді байлап тоқтатамыз да, бұнан шешіп аламыз. Міне мен жаңағы гобеленімізді барлығын тоқып бітірдім. Осындай әдемі болып шықты. Міне мына жерден ілгіш бауы бар. Осымен біз бүйтіп іліп қоямыз міне. Міне екі жағында да қай жағы болса дағы жан жағы бірдей. Бұлай қарап, қай жағын ұнатсаңыз, сол жағына қарай іле бересіз. Осындай әдемі болып шығады. Мына артық жіптерінің бәрін қиып алып тастаймыз. Мынау жаңа ғана шиден жаңа ғана шығып тұрғандықтан енді. Мынау шет-шеттеріне басқадай нәрсе қоюға да болады, еш нәрсе қоймауға да болады. Міне мен енді жұмысымды аяқтадым. Осындай сіздерге чи тоқу өнері қызықтыратын болса, менің каналыма жазылыңыздар. Әлі де талай түрлерін үйретемін.